көрші ауылдың директоріне кетіп қалған директор кезде 6 сағат беріп қоясыздар, ал мына жақта химияның мұғалімі 15 сағат беріп жүр. Енді ол мұғалім бірлестікте келісіп, ол номерді алмай тұрса не қыламыз? Өзі келіскен болса. Номерін беріңізші маған. Жаңа химия пән мұғалім номерін беріңізші. 11 сынып мен бере алмаймын, алмай жатыр деп отырған сіз. Кім айтты сізге? Осы жердегі басшылар айтып жатыр. Кім ол басшылар? Оқу орынбасарыңыз солай айтып жатыр. Егер сіздің алдыңыздағы директорден біз 6 сағат алып берсек істей аласыз ғой, иә? Иә, істей беремін. Істеймін деп тұр. Мектептің басшысына келіңіз, орынбасарға айтыңыз, сағатыңызды алыңыз, сосын маған айтып беріңіз, жарай ма? Сау болыңыз. Бұл кісінің өзінде 8 сағат бар, екінші деңгей бар. Біз бұл кісінің мамандығы тарих, құқық, экономия деген, дәл сондай мұғалім 13 сағатпен жүр. Жаһандық дөрекіліктен өткен. Сізде 8 сағат бар. Оқу орынбасары. Неге? Беріңізші маған тарих номерін, сөйлесіп көрейік тарихты. Сәлеметсіз бе? Сізде 13 сағат бар екен ғой құқықтан? Иә. Иә, неге 16 сағат алмағансыз? Бермеді. Кім бермеді? Басшылар. 3 сағат берсе 16 сағат қылып істеу керек. Иә, менде жаһандық құзыреттер, сосын құқықтан бір ғана сағатым бар, негізгі пәндер. Бір жыл факультатив. Сізге онда Басшыға да айттым, оқытушыға да айттым. бірақ бермеді сізге. Не деді? Себебі неде? Білмеймін, 13 сағатта жетеді деді. 3 сағат ма сізге бересіз. Емес. Жақсы ма? Ертең басшыға келіңіз, таңертең, сосын осы номерге звондаңыз, маған айтыңыз, сағатыңызды толықтырып алыңыз. 13 сағат емес, 16 сағатпен істеңіз, жақсы ма? Жақсы, рахмет. Жақсы. Қарасаңызшы, бәріне қиянат жасап отырсыздар ғой.